Тұңғыш президент күніне тарту ретінде өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы бойынша халық игілігіне жаңадан 126 және 72 пәтерлі 9 қабатты қос тұрғын үй тапсырылды. Баспанаға ие болғандардың қатарында мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана алу үшін кезекте тұрғандардың арасында жас отбасылар, жетім балалар мен мемлекеттік қызметкерлер де бар. Салтанатты шарада облыс әкімі Ерік Сұлтанов пәтер иелерін құттықтап, жаңа қоныстарының кілтін табыстады. Елбасының тапсырмасымен жүзеге асырылып жатқан нұрлы жол бағдарламасының арқасында мыңдаған қазақстандық баспанаға ие болуда. Бұл бағдарлама аясында халықты тұрғын үймен қамтамасыз етумен қатар отандық құрылыстың дамуына да мүмкіндік. Баспанаға ие болғандардың қатарында Айсұлу Мейрамова да бар. Оған облыс әкімі 3 бөлмелі пәтердің кілтін табыстады. Бүгін ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы, өңіріміздің 80 жылдығы қарсаңында менің отбасымның көптен күткен арманы орындалып, 3 бөлмелі пәтердің кілтін алғалы отырмыз. Ұстаздар қауымның атынан елбасы Нұрсұлтан Әбішұлына және Ерік Хамзаұлы сізге алғысымыз шексіз. Салтанатты жиыннан соң өңір басшысы жаңа пәтер иелерінің қонысын аралады. Қуаныш иелерінің қатарында Айымгүл Байтенова да бар. Оның білім саласында қызмет атқарып жүргеніне 15 жылдың көлемі болған. Жалғыз бастана 2 ұлын тәрбиелеп өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы арқылы 2 бөлмелі пәтерге қол жеткізіп отыр. 10 жыл көлемінде қалалық әкімдікте кезекте тұрған ол бүгінгі қуанышын айтып бөлісті. Шамамен 50 шаршы метрді құрайтын 2 бөлмелі пәтерді жалдау құны 32-35 мың теңге шамасында болады. Кейін үй иесі 20 жылдан кейін баспананы өз атына аударып алады. Неге бүгін 2 бөлмелі пәтер алып қуанып жатырмын. Тек қана мен емес, менің 2 ұлым және менің отбасы барлығы осы қызық қуанышты бірге тойлауға келді. 2015 жылы салына бастаған құрылыс 1 жылдың ішінде қолданысқа берілген. Жиын барысында өңір басшысы келесі жылы 170 мың шаршы метр қолданысқа берілетіндігін тілге тиек етті.